Barchangizga xayrli kun do'stlar. Sizlerмен Qalamqaz kanalıma hoş geldingizler. Kanalıma tirkelip ketingizler. Janдағы qo'ng'iroshan basып qo'yingizlar, себебі күнделікті менде жаңа рецепт шығады. Бүгін сіздермен өте керемет чебурекидің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бізге қажет заттар: сұйық май, қант, тұз, ұн және де газдалған сусын қажет. Ыдысымызға бірінші газдалған сусынды өлшеп құйып аламыз. Осындай өлшегіш ыдыспен өлшеп аламыз. 200 грамдай бізге газдалған сусын қажет. Міне ыдысымызға құйып өлшеп аламыз. 200 грамдай, миллилитрдей құйдық. Енді үстіне қантымызды, тұзымызды салып араластырып аламыз. Енді үстіне сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымыздан кішкене алып қалыңыздар, соңында қамырдың бетіне жағу үшін. Енді келесі кезекте ұнымызды аз-азын салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды осылай жұмсақ қылып илеп алдық. Енді үстіне жаңағы қалған кішкене майымызды құямыз қамырымыздың үстіне. Енді қамырымызды пакетке салып 20 минутқа қойып қоямыз. Енді келесі салмасын дайындаймыз. Мен салмасына осындай картошканы пайдаландым. Сіздер етті де қолдансаңыздар болады. Мен таңғы асқа жасағандықтан тез пісу үшін осындай картоп қолдандым. Пюремізге осындай сары майды қосып, тұз қосып, жақсылап езіп аламыз. Püremiz dayım болды. Енді басқа ыдысқа салып, енді қамырымыз дайын болды. Алып, шебуректерімізді жасаймыз. Осылай сопақша қылып домалатып жасатып алыңыздар. Қазір бізге чебуреки жасағанға ыңғайлы болу үшін осылай дөңгелетіп пышақтың көмегімен майда бөліктерге бөліп шығамыз. Мен көз мөлшерімен жасап жатырмын. Шамамен 30-40 грамдай қамырмен. Осылай дөңгелетіп шығамыз кескен қамырларымызды. Чебурегімізді енді жайып, арасына картопымызды салып түйеміз. Қамырымыздың ең шеткі жақтарын бүріккен жерін қатты басып шығамыз. Осылай шанышқының көмегімен шеттерін әсемдеп шығамыз. Яғни чебурекіміз әдемі көріну үшін. Мінекей барлығын осылай
дайындап шығамыз. Қызып тұрған табамызға чебуректерімізді пісіріп аламыз. Осылай келесі бетінде қызартып пісіріп аламыз. Мінекей чебуректеріміз дайын болды. Өте керемет, хрустящий, қытырлақ. Міне жасап көруге кеңес беремін сіздерге. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.